Mümkün bilmeyeyim endi esimde onday bolgan jok. Rahmet sizlerge jengime ömür dileymin. Balaların balasının ortasında osday bakıp ömür öte versin. 80'e gelsin, 80 takıt olacak başta. Al endi ağayın jekdaklar. Bugün mineki 70'e kuvvanışımızga bärimiz mineki жаңа айтып атыр ғой. Анау жақтан жүрегімізді лепілдеп беріп атырмыз деп. Енді мына бөледен осы екеуміз ғана қалдық енді. Мына 70 жас қызығым мінеки. Мына ол келіндерің бар. Қыз күйеулерің бар. Немере шөмерелерің бар. Солардың енді арасында жүріп мінеки осындай міне қызыққа келгенің. Ол да бір мыңда бір рахмет деймін енді. Ол да өзімнің қуанышым. Келешектегі мінеки жаңа айтып отыр, ағайын жұрағат мінеки осындайда міне. Тек қана енді менің айтатым енді әрдайым енді өмір жасым ұзақ болсын, тек қана енді жақсылық болсын, алдыңдағы үмітім. Еш нәрсені уайымдама, еш нәрсені немене үшін алғиғана қуанышта бол. Осы бала-шағадарың арасында, туысқандарың арасында. Тек қана мінеки. Осы бәріміз осы жасқа кеп тұрмыз ғой, бәріміз енді. Бұл енді жасқа келгеннен кейін бір жағын таныстырып атады енді. Қайткемен ағайын жұрағатты жақындастырып. Бүгін енді бөленді, мына 70 жасқа сіздің енді үстіңізді жарқыратып, өмір жасыңа ешқандай уайым қайғы болмау үшін басына анау кеудеңе шейін жарқылдап жүрсін деп қазақтың мына орысша подарка дейді, қазақша қалай деп айтады. Сыйлығымыз бар енді мұны бәйбішеміз екеуміз. Бәйбіше тегіс тұрған. Ал тек қана енді бақытты болсын. Енді алдағы жасты өзі Алла тағала өзі мөлшерлеп берер енді. Оны біз 80-90 келді деп оны көріп неміз бар. Ona verelim. Sonuçta mineki taraftarın, bazılarına mine söz vergenlerine rağmen, bazılarının bakıp olmayacaklar. Osundayı mineki, apadarın aslında gelip osundayı ömürlü bakıp olmuyor. Başka ne gelmiş? Bakıp olmuyor taraftarın. Konaklarım sılmazdan söyleşe, Artlikti ağıltıp durmastayız бүгінгі апайымыздың 70 жасқа толған салтанатты той кеші демекші, тойларыңыз құтты болсын. Жемші отырыңыздар, көңілді отырыңыздар. Anlayış olayla şahalara
алса да қарызынан құтылмайды екен дейді. Bir күні bir азамат анасын арқалап алған дейді. Ертістің бер жағынан арқырай өтейін деп өткелізіп қараса, ар жақты қалай өтерін білмей бір ақсақалды көріп қап, айғай салған екен жөн сұрап. Ау ағайын, арқырай өтетін өткел бар ма деп. Сонда ақсақал айтыпты. Я, екі өткел бар. Біреу орыстығы қымбаттау, қазақтық арзандау. Өзің білесің қайсынан өтсеңді, бірақ балам айтшы арқаңды арқалап тұрған не нәрсе десе. Анам депті. Я, оны қайда апарасың десе. Өткеге арқалап апара жатырмын десе. Анамның қарызынан құтылайын деп, сонда мектепке апара жатырмын десе, ақсақал айтты ғой, сен шатаспа. Шешең сонау жерге шаршатып шалдықтырып арқалап апарғанша мектепке ауылындағы бір шалға бере салмадың ба депті ғой. Сонда анасы арқасында тұрып естіп қойып, осы заманда соны білетін балалар бар ма депті ғой. Рахмет, аналар шапалақ. Рахмет. Apayımızın tuğan günü de biz Özkemen'den gelip kaldık. 70'e oldu dep tuğanganımızdan koynumuzga sığmay. Jettik Semeyge. Sonmen bala apayım kumur jarsın uzak bolsun. Bala şaban ortasında aman esen jüre ber. Denin sağ bolsun. Osu nemere şöbürünün ortasında kulüp oynap әмсе тойдан той болсын. Сонымен денің сау болсын, бала шағаң аман болсын, дендері сау болсын, баладарың бақытты болсын, өзің де бақытты бол. Сөйтіп келіп қалдық туысым, баладарым. Көп сөз білмеймін өзім. Ал толдарың қайырлы болсын, әмсе той бола берсін, туысым. Той боласын. Ол енді келіп қалдық. Бәзилет апайға той, үлкен той болсын осындай. Бәріміз денсаушылық тілейміз. Шөбірі, немере шөбірідерінен жақсылық көріп, баладарынан бәрінен арамызға осылай жайнап отырсын апайымыз. Не айтам? Денсаушылық деймін апайыма. Ден сау болып, арамызда осылай күліп отырсын жайнап. Апай, құрметті апайым, сізді туған күніңізбен, 70 жылдығыңызбен құрметтеймін. Алқауын ұсқандар, ағайлар, апайлар деген бүгінгі тойға барлықтарыңыз келіп отырған сол үшін қуаныштымын өте. Апайымыз бүгін 70 жасқа толып, елбіретіп бізді жүрегімізді толғандырып қойды. Сол үшін бүгін апайымызға тілейтініміз мол денсаулық, аспандарың ашық болсын, балаларыңыздың қызын көріп, немерелеріңіздің қызын көріп, ауырмай, сырқалмай, екі жақ қаланың ортасында жүре беріңіз. Дастархандарыңыз мол болып, көңіліңіз бетіңізден күлге кетпесін. Сосын апайымызға бізге кішкентай аз болса да, көп болса да, енді разы болсын деп, кішкентай неміз бар, сыйлығымыз бар. Және балаларды айтқан апам мамамыздың арқасы тоңбасын деген. Жалғыз бауыры апайының аяғынан су өтпесін деп кілем жасайды.
ауырмай сақамай ортамызда жүре беріңіз, ақылшымыз болып. Поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам всего самого наилучшего, что можно пожелать. Пусть вас всегда окружают дети, внуки. Будьте счастливы. Ал апай, бүгін жетпіске толып отыр екенсіз. Қаншама адам келіп отыр сыйлаған. Осылай әрқашанда сіздер толып болсын дастарханыңызда. Зор денсаулық, немерелерің арасыңызда жүгіріп жүріңіздер әрқашанда. И біздің жаққа ылғида жүгіріп келіп жүріңіз осылай. Апа, біздің енді әкелген сыйлығымыз үйде ұстап кеттік сізге. Сүйрем осында әкелмеген. Дорогая апай, Фазилет, поздравляем тебя с большим юбилеем. Не каждому удается дожить таких лет. Вырастет много детей и внуков. Желаем вам много счастья, здоровья и долгих лет жизни. Живите, радуйтесь. Спасибо. Құрметті нағашы апам, Фазилет әтем. Сізді осындай құрметті тойыңызбен құттықтаймын. Шын жүректен. Сізге тілейтінім зор денсаулық. Осындай жақсылыққа жеттіңіз. Құдайға тәуба деу керек енді. Балаларыңызға, шөберелеріңізге бәрдеріне денсаулық тілеймін. Сіз өте бақытты анасыз. Біз өте қуаныштымыз. Енді жүрекке сыймай жатыр айтатын сөз өзім. Сонда да енді сізге тілейтінім бәрі Алладан тілеген жақсылығын берсін Алла сізге. Сол үшін сізге жақсылық қана тілеймін. Фазилет апай, мен сізді алғымен құттықтап, осындай көп халықтың ортасында бізбен күліп, немере шөберелерімен жүгіріп жүре беріңіз. Құрметті Фазилет апай, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. 70-ке келген мерейтойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Әрқашанда осындай молшылықта жақсылықпен кездесіп отырайық. Деніңіз сау болсын. Аспаныңыз ашық болып, аман сау болыңыз. Ал енді құрметті қонақтар, мына сонау шығыстан, Өскеменнен, Алматыдан келіп жатқан туған туысқандардың тілегі қабыл болсын деп, бір қошеметтеп, құрметтеп, алдарыңызда тілектің дәмін бір кісідей көтеріп қоюларыңызды сұраймыз. Өлім бұл кісілер ойланып жатыр. Өлең бар жаңа She
Üzülmeydin tuğustum, söz aladı. Tındayık biz, ortağa шығады. Құдағилар мен құдалар демекші, бүгін үлкен той қуанышқа келіп отырған. Bir шет сонау Абай елінен, бүгін міне bir шет сонау жалғыз түріпқан құдағиды. Ортаға шақырамыз, қос құдағиды. Клара деген құдашаны ортаға шақырамыз. Осы отырғаның бар бөтен емес екен өзі. Бағанда тыңдап отырсам. Мен құдағиымын, жаңа айтты ғой. Бассариев деген ақсақалдың құдағиы мен боламын. Құдағи енді сіздің мына 70-іңіз қайырлы болсын туған күніңіз. 70-іңізге 70 қосыңыз. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Аман есен, немере шөпшекті көріңіз. Тілек сол біздікі. Осы бала шаға аман болса, бізге сол байлық деген сол бізге. Тілегіміз сол. Балаларымыз аман болса, денimiz сау болса, ұрпақтарынан ұрпаққа жете берсін балалар ел қарақтарым. Көп сөйлем немені. Қысқасын айтқанда денің сау, бала шағың қызығын көре бер. Аспанның ашық бейбіт, осы отырған халықтың барлығы да осындай тойды жасай беріңдер. Құдағи, мына туған күніңіз қайырлы болсын. Жасыңызға жас қосылсын. Мына бала шағаңыздың ортасында сіз күлімдеп жүре беріңіз. Біз сіздің қызығыңызға келе берейік. Ұзақ жасаңыз, бала шағаңыз аман болып, солардың ортасында сіз ойнап күліп жүре беріңіз. Ұзақ ғұмыр сүріңіз. Құрметті Фазилат құдағи, сізді 70 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Уақыт неткен жүрек, безілдеген жылдарың өткен деймін сезілмеген. Білінбей жеттің міне 70 жасқа күлімдеп, ұзақ шуақ жасып жүре берші, қызықтап немеренің қызықтарын. Аман сау жүре берші, құдағиым, тілеймін туыстық. Ғұмырыңның ұзақтығын, құдағиларың. Құсағира, Клара Қапан. Ал құдағи, мерейтойыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Мынау марқұм Сәуленің екі баласының қызығын көріп, сол жасқа жетіңіз, сол үшін. Құдағи, мына ненің конвертімнің ішінде шапан да бар, кілем да бар, машина да бар, осығынды сауылы. Ал құдағи, бүгінгі 70-ке толып қайырлы болсын, денсаулығыңыз зор болсын, бала шағадарың аман болып, дендері сау болсын, осындай мол дастарханда қызықтап көріңіз, қызықтап жүріңіз, немере шөбередердің қызығын көріңіз, аспанымыз таза болып, ал осы отырған ағайын осындай қызыққа бәрдеріңді жеткізсін. Сол үшін шық қойыңыздар. Ал құрметті құдағи,
Сіздің туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Мен анау Жаңғызтөбеден келген құдағиымын. Гүля деген үлкен қызының құдағиымын. Сіз үлкен әжесісіз. Менің айымымның тойында өзіңіз ұзатып, тойда екеуміз отыратын болайық. Сол сізге тілегім. Сондықтан мына жақта құдағиы 70-ке толып жатқанда ол кісілерді қалай шыдап отырсыз? Алыста болса, мына жолда жастардың үлкендігіне қарамай келіп жатыр. Барлығына да көп рахмет айтамын.